Canva мобилді қолданбасы арқылы кәсіби деңгейде видео жасау өте оңай және ыңғайлы. Бұл қолданба арқылы видеоңызға анимациялар, арнайы эффекттер және түрлі мәтіндер қосуға болады. Басты бетте бейне батырмасын басамыз. Ашылған бетте екінші батырманы мобилді бейне таңдаймыз. Canva көрсеткен үлгілердің арасынан өзіңізге ұнайтынын таңдап, мобилді видео жасауға пайдалануға болады. Видеоны таңдағанда төмен жақта осы клиппен жұмыс істейтін құралдар шығады. Ауыстыру, қию, сиқырлы студия және басқа құралдар міне шықты төмен жақта. Ауыстыру батырмасын басамыз, бірден сіздің фотогалереяңыз ашылады. Осы жерден таңдасаңыз болады суреттерді, бейнелерді, немесе келесі батырманы бассақ, бұл жерде сіздің Canva-ға жүктеген бейнелер және суреттер шығады. Міне мәтінді енгіздік. Енді осыны таңдасақ, төмен жақта клавиатура шығады және басқа мәтінмен жұмыс істейтін құралдар шығады. Мәтіннің өлшемін өзгерту батырмасын бассақ, мына жерде слайды шығады. Осыны жылжытып, мәтіннің өлшемін өзгертуге болады. Қажетсіз мәтінді өшіру үшін оны таңдаймыз және клавиатура шыққанда артқа клавишаны басып өшіреміз. Қосымша мәтін енгізу үшін Т батырмасын басамыз және мына жерден керекті форматты таңдаңыз. Қосу белгісін басып, жаңа бет қосамыз. Жаңа бетке бассаңыз, мына төмен жақта ауыстыру батырмасы шығады. Осыны басып, фотогалереяңыздан немесе Canva-ға жүктеп салынған бейнелерден, суреттерден таңдауға болады. Міне біз бірнеше бейне және сурет қостық. Клипті қысқарту үшін мына төмендегі видео рядқа басамыз және мына жерде екі жақтан ақ полоска шығады, ақ жолақ шығады, соны тартып бүйтіп кішірейтуге болады. Суреттер Canva-да по умолчанию 5 секунд болады, оларды 2,5 немесе 2 секундқа қысқартуға болады. Клиптардың арасында қосу белгісін бассақ, мына жерде переход таңдауға болады. Біздің қосқан клиптің дыбысын өшірейік, аудиосын. Клипті таңдаймыз, және төмендегі мәзірден міне дыбысын аудио шығады, аудионы өшіріп тастаймыз. Аудионы өшіру үшін Canva-ға міндетті түрде жүктеу керек видео клипті. Бейнеге музыка қосу үшін элементтер батырмасын басамыз және мына жерден аудионы таңдаймыз. Негізгі сөзді жазуға болады, мысалы жаз. Аудиодорожкаға 2 рет бассаңыз, ол видеоға қосылады. Міне видеоға қосылды. Аудиодорожканы бассаңыз, мына төмен жақтағы мәзірден дыбыс деңгейін өзгертуге болады. Видеоны бір көріп шығайық. Мүмкін өзгерістер енгізу керек болады. Ол үшін жоғары жақтағы батырманы басамыз. Видеоның өлшемін өзгертіп, Instagram пост ретінде сақтауға болады. Міне көшіру және өлшемін өзгерту. Оң жақ жоғарыдағы батырманы басып, енді видеоны сілтеме арқылы бөлісуге болады, жүктеп алуға болады, немесе электрондық поштамен жіберуге болады. Және видеоны әлеуметтік медиа арқылы жарияласаңыз болады, мысалы WhatsApp-пен жіберіп, немесе Instagram, Facebook арқылы Google Drive-қа сақтауға болады. Canva-ның мобилді қолданбасы арқылы видеоны тез әрі оңай жасауға болады. Бұл қолданба контент жасаушылар үшін таптырмас құрал.